Сәлеметсіздер ме? Мен Айтмұханова Баян, Ұрай Алтынсарин атындағы орта мектептің мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі боламын. Тәрбиелеуші Мырза Амина. Біз бүгін дүкендегі йогурттың және де табиғи йогурттың құрамын зерттейміз. Ол үшін бізге ыдыс, ешкінің сүті және де ұйытқы керек болады. Амина, ыдысымызды аламыз, оған 1 литр шикі сүтімізді құямыз. Одан кейін бұны біз 40 градус ыстықта қыздырып аламыз, жылытып аламыз. Бұны былғаймыз кәне. Амина. Сүтіміз дайын болды. дайын болған сүтімізге ұйытқыны саламыз. Оны істейміз? Араластырамыз. Иә, араластырамыз. Енді дайын болған сүтімізді 12 сағат суға жерге қоямыз. Енді 12 сағат өтті. Қолдан жасаған табиғи йогуртымыз дайын болды. Қолдан жасалған табиғи йогуртымызды араластырамыз, оны ыдысқа құямыз. Енді Амина, дүкеннен алған йогурттарымызды ыдысқа саламыз. Сен ана 2 йогурт сал, ал мен мынаны саламын. Жарайды ма? Кішкене араластырып жібер, Амина. Енді мынадан сал. Иә. Бұл біздің дүкеннен алынған йогурт. Амина, біз қазір табиғи йогурт пен жасанды йогурттың құрамын анықтайтын боламыз. Жасанды йогурттың ішінде крахмал көп болады, ал табиғи йогурт таза өнім болады. Ол үшін біз қолымызға йодты алып, оған тамшы тамызатын боламыз. Қазір осының түсі өзгереді. Енді Амина, бұның ішінде біз бұны араластырамыз. Егер мұнаны араластырған кезде түсі өзгерсе, бұның ішінде крахмал бар деген. Йогуртымыз болған кезде бұның түсі қара түске енді. Бұның ішінде демек крахмал бар. Ал енді екінші йогуртымызды қарайықшы, Амина. Екінші йогуртымызды араластырамыз. Бұл да дүкеннің йогурты, бұл да қара түске еніп тұр. Яғни бұның құрамында да крахмал бар. Ал енді үшінші, бұл да дүкеннің йогурты. Яғни жасанды йогурт. Ал бұл да қара түске еніп тұр. Амина, жақсылап қарап ал енді. Келесі біз табиғи, яғни қолдан жасалған йогуртымызды қарайықшы міне. Өз түсін сақтап тұр. Қара Амина, міне. Түсі ешқандай да өзгермеген. Яғни бұның ішінде крахмал жоқ. Таза өнім деген. Иә, апай, мен түсіндім. Енді йогуртты үй жағдайына жасап жейтін боламыз. Жарайсың, Амина. Олай болса, біздің бүгінгі тәжірибеміз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.